Сіздің ішіңізде мәселе бар, үлкен дәретке бармай жүргеніңізге біраз уақыт болды, бұл сіздің ас қорыту жүйеңіздің жұмысын нашарлатып жатыр. Сіз тексерткіңіз келеді, бірақ сіз тексерту үшін колоноскопия процесін өтуіңіз керек. Бұл қандай процесс деп айтып беріп кетейін. Бұл сіздің артқы тесіктеріңізден шлангын салып, тоқ ішектің жұмысын тексертеді. Бұл тек жүрек жатқан адамдар тексерілмесе, екінің бірі бұл процестен өте бермейді. Бұл процесс өткен кезде сізге наркоз салынады, 3 күн бойы тамақ ішпейсіз, және де үлкен дәретті жүргізетін ауыр дәрілерді сізге слабительдерді беріп жұмысын жүргізетін болады. Егер сізде осындай ішіңізде мәселе болып жүрсе, біздің бионазатор аппаратпен арқылы колоноскопия процесі наркозсыз біздің аппаратпен тоқ ішектің жұмысын анықтап бере аламыз. Яғни сіздің тоқ ішектің жұмыс жасау функциясын тамақты қысу, жаңағы пайдалы бактерияларды деңгейін, тамақтың сіңіру деңгейін барлығын осы аппаратпен анықтап бере аламыз. Егер толыққанды ақпарат алу үшін төмендегі нөмірге жазыңыз немесе хабарласыңыз, созып жүре бермей тезірек